Қазақстан Халқы Ассамблеясының облыстық 25-ші сессиясы. Әділетті Қазақстан, бірлік, тұрақтылық, даму. Бүгінгі өтетін сессиямыз сәуір айында Астана қаласында өткен Қазақстан Халқы Ассамблеясының және осы жақында өткен Түркістан қаласында ұлттық құрылтайының күн тәртібінің аясында өтеді. Бүгін біздер шарамызды әділетті Қазақстан және адал азамат тақырыбында өткізіп жатырмыз. Жалпы Батыс Қазақстан облысының тұрғындары біздің жерлестеріміздің тарапынан қандай осы біздің бірлігімізге, ынтымағымызға қандай өздерінің үлестерін қоса алады. Сол бағытта әрқайсымыз өзіміз қандай жеке үлесімізді қоса аламыз, сол бойынша бүгін талқыға саламыз. Бүгін жалпы мемлекеттік тілдің аясын кеңейту бойынша қандай жобалар жүзеге асыруға болады. Одан бөлек қайырымдылық, меценаттық бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр. Сонымен қатар ұлттық біздің патриоттық сезімдерімізді жастардың қалай көтереміз, осы мәселелер күн тәртібінде. Қадірменді ағайындар, бүгін біздер енді Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25-ші сессиясына қатысуға келіп жатырмыз. Мен бұдан бұрын қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы есебінде қоғамдық жұмыста 7-8 жылдан бері жүрмін. Соңғы рет осы қоғамдық келісім кеңесінің өзгерістері болатындығын айтып, осы сессияда жаңағы ақсақалдар кеңесі құрылды ғой. Осы міне ақсақалдар кеңесінің болашақта жастарменен қазіргі жағдайда жастарға байланысты көптеген жастар жақсы, бірақ дегенмен де үлкендердің әдет ғұрып жөніндегі пікірін айту ақсақалдар кеңесінің міндеті деп түсінеміз. Бүгінгі сессияда сол мәселе одан әрі жалғанады деп есептеймін. Жақында Тоқаевтың бастауымен құрылтай жиналысы өтті ғой. Онда да көптеген мәселелер қаралып, ақсақалдар кеңесіне жалпы қоғамдық ұйымның жұмыстары мына билікпенен бірге халықтың, елдің дамуына үлкен үлес қосу жөнінде әңгіме болған болатын. Бүгінгі сессияда да сондай мәселе қозғалады деп есептеймін. Және елорданың 25 жылдық мерекесі құттықтау қарсаңында тұрмыз. Сондықтан мен Қаратөбе ауданының ақсақалдар кеңесінің атынан, жалпы Қаратөбе ауданының халқының атынан елорданың 25 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Алда болашақта еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Жалпы елдің көркейе беруі бұл жаңағы үлкендердің жастармен бірігіп жасайтын жұмысына да байланысты деп есептеймін. Жастар болашақта елді көркейтуге үкіметіміздің, президентіміздің қойып жатқан талаптарын жақсылықпен орындайды деген сенімдемін. Біз өз кезегімізде денсаулығымыз жеткенше елдің көркеюіне ақсақалдар есебінде үлестерімізді қосамыз деп айтқым келеді. Әрбір аудандардан үлкен адамдар 25-ші сессияға жиналып жатырмыз. Халық ассамблеясының тақырыбы өте жанға қажетті тұрақтылық, әділеттілік, бірлік деген тақырып қабыл етіліп отыр. Енді біздер үлкен адамдар көп ұлтты мемлекетте тұрғасын, елдердің арасында бір-біріне жаңағы сыйластық, әрбір менталитеттің өзінің несіне қарай құрмет көрсете білуді тәрбиелеу жолында жұмыстануымыз керек. Сондықтан ұлтқа бөлінбей, біздер деген сол тірлікте бірлік болу үшін бір-бірімізге құрметпен қарау, әрбір салт дәстүрдің өзіндік орындарын құрметтеп үйрену бағытында мәселелерді көтеріп, жастарға соны қанына сіңгізу жағында жұмыстансақ деп ойлаймыз. Да, сегодня действительно очень знаковое событие для всей ассамблеи нашего региона, потому что сессия с участием Акима области – это всегда очередной этап в работе нашей ассамблеи. Я думаю, что сегодняшние тезисы, которые будут озвучены, и все те мнения, которые мы услышим в прениях, обязательно дадут новый виток для нашей работы в дальнейшем. Бүгін Батыс Қазақстан облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 сессиясы өтуде. Өздеріңіз көріп отырғандай барлық өзекті мәселелер мемлекеттік тілден бастап қайырымдылық жұмыстары, ұлттық мәдениет, спорт, барлық тақырыптар қамтылды. Бұл жерде біздің басты мақсатымыз жастардың осы елге көмегі, елдің дамуына, әділетті Қазақстан құрудағы ұмтылыстар көрініс тапты. Елде бірлік, тұрақтылық, тұтастық болсын, Қазақстанымыз гүлдене берсін.